Қайырлы таң көрермен, эфирде жаңа күн бағдарламасы. Дәл қазір студия қонағымен таныстырып өтейін. Қазақстан Республикасының президент сыйлығының лауреаты, Қазақ газеттер жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің бас директоры Жұмабек Кенжалин. Аға, студиямызға қош келдіңіз, қайырлы таң деймін. Сұхбатымызды бастасақ. Негізі әр таңды газет оқудан бастайтыныңызға әрине күмән жоқ. Дәл осы іске неше уақытыңызды арнайсыз? Біз енді өзі ежелден қалыптасқан дәстүр, таңғы асты ішетіміз сияқты газет журналды өмірімізді таңымызды бастаймыз. Мен бір жарты сағаттай уақытым бөлем. Өйткені себебі бүгінгі күннің тынысы әрине радиодан, телевидениеден, электрондық ақпарат құралдарынан көріп жатамыз, бірақ көзбен көріп, қолмен ұстаған газеттің өзі орны ерекше. Біз сонау заманнан осы газетпен тыныс тіршілігіміз тікелей байланысты, бүкіл қызметіміз, өміріміз деген сияқты. Осы таңның атысы, күннің батысына дейін осы газеттің айналасында тіршілік болғаннан кейін біз өзі осындай дәстүр қалыптасқан. Ғаламтор желісінің дамыған кезеңінде газеттің қандай пайдасы бар? Ол енді бүгінгі ақпарат құралдарының әрқайсысының жеке өзіндік орны бар. Ғаламтор бүгінгі заманда ол уақыттың ағымына, уақыттың мына дәуіріне байланысты зымырап, кәдімгі жедел қарқынмен дамып жатқан ақпарат құралдарының бірі. Оған ешкім шек қоям дейтін адамдар өзі қателеседі де, шек қою мүмкін емес. Өйткені өмірдің ағымы бүгінгі күннің талабы соны талап етіп отыр. Онымен де ілесіп жатқан жағдайымыз бар. Ал бірақ газеттің орны газет. Өйткені себебі бұл қолмен ұстайсың, көзбен көресің, керек жерін астын сызып қайталап қарайсың. Жаңа дәйексіз алатын кезде осыны қайшымен қиып, орнымен кәдімгі сызып орнына қолданасың. Бұл мынау ғылыммен айналысатын адамдардың, өнер біліммен айналысатын адамдар методикалық құрал ретінде пайдаланады. Газет, журналды міне алдыңызда жатыр. Сондықтан бұның өзінің ерекше орны бар. Бұл енді өзінің белгілі бір деңгейге дейін ол өзінің жаңағы тарихи миссиясын атқара береді деп ойлаймын. Ал электронды басылымдармен қаншалықты доссыз? Электронды басылымдар енді бұл қазір мына біздің өмірімізге соңғы 5-6 жылда бұл ендеп кіріп бара жатыр. Сондықтан енді ол электрондық құралдармен байланыс, бұл ғаламның әр шалғайымен байланысып отырасың. Жақсы аға, қызықты әңгімемізді осы жерден үзе тұрып, кезекті өнер әлемінде айдарына берейік. Кейін сұхбатымызды одан әрі қарай жалғастыратын боламыз.